Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Зе Құлымбет. Бұл запись кішкене кейінірек шығады. Мен қазір Шымкентке кететін алдында осы записьті жазып жатырмын. Алимтрейдте бізде бүгін онлайн торговля, қысқаша ғана сделка жасап, сіздерге соны түсіндіре кетемін. Кеттік. Достар, бүгін воскресенье, бүгін мен жолға шығайын деп жатырмын. Бір 3-4 сағаттан кейін жолға шығамын. Соның алдында бір сделка жасап, осы записьті запланировать етіп, бір 5-6 күннен кейін шығатындай жасап қоямын, чтобы каналым активный болып отыратындай. Қазір мен яқта бір не көрдім. Көрегенде ол мен ойлағандай болам, болмай ма? Мына жақта мен қазір сызып көрсетейік. Осыны көріп тіктім қазір. Мен ойымша жоғары шығу керек. Былай. Может, ол да болмауы мүмкін. Так. Былай қояйық. Так, все, біз ойлағандай болған жоқ. Так, келесі сделка 50 деп қоямын. Давайте 59. Алдыңғы сделкадан аны ақтау үшін. Так, пока что неизвестно. Пока что төбен құлап жатыр, да? Так, бүгін воскресенье, сол себепті бүгін особо көп ондай сигналдар жоқ. Амал жоқ, бар сигналмен торговля жасауға придется. Өкінішке орай, воскресенье күндері ондай көп сигналдар бола бермейді. Так, бұл жерде бізде минус болды. Походу, менің ойымша, оған дейін біз қазір биткоиннан қандай проценттер болып жатыр екен. Эфириум классик бәрі 15-15%. Так. Опа. Даже бұл плюс та бол мүмкін. Көрейік. Ай, плюс болса ғой. Так. Даже достар, бүгін мен екі сделка емес, бірақ сделкамен өтетін болдым. Себебі қазір көп уақыт жоқ, өкінішке орай. Енді бұл плюс болса. Давай. Соңғы секундтар. Ай. Давай, опа. Все. Сол секундта бізде плюсик болды. Мен ойлағандай болды. Так. Бұл енді ең қысқа видео болады. Мен ойымша, походу. Байқылы бұл жерде бізге чуть-чуть повезло десек те болады. Так. Бізде қанша плюс болды? Қазір сигналдарын көрсетейін. Сделкаларымда. 24. Мен көріп алдындарында 24 плюс сонда қараңыздар қанша подряд болған менде. Так. Алдыңғы сделкаларымнан санағанда, мысалы 1, 2, 3, 4. Так, 4, 5, 6, 7. Менде 7 сделка подряд плюс болған екен. Бұл өте жақсы результат. Міне яқта уже минус, яқта плюс, минус, плюс, возврат, плюс, минус. Мен күніне максимум 1-2 сделкамен жасап отырамын, сол себепті бұндай результат достар. Сіздерге кеңесім, ешқашан разгон жасамаңыздар, және де егер стабильно ақша тапқыларыңыз келсе, лучше аз-аздан жасаңыздар. Әрине мен бұл суммамен ондай көп сумма таппаймын. Былай айтқанда қазірше мен бар суммамен жасап жатырмын. Себебі көп сумманың крупный суммалардың бәрі қазір инвестицияда жатыр. Сол себепті пока аз суммамен жасап жатырмын. Мен алдында бұны толтырған едім. Примерно қазір қателеспесем 750 рубльге. Алдындағы нон фармнан кейін минустан кейін 750 рубльге толтырдым.
и одан кейін қазір 963 рубль көтердім. Сонымен достар, егер видео сізге пайдалы болса, онда лайктарыңызды басып, комментарияға сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар, және каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп отырыңыздар. Үйде отырып болса оңай ақша тапсаңыздар болады. Енді бұның артынан 0 қоссаңыздар 9000 рубль болса, мен егер 100 рубльмен немесе 300 рубльмен тігетін болсам, онда доходымда уже күніне 2-3 мың теңге таза табыс табатын едім. Әрине қазірше пока ондай крупный сумма жоқ. Сол себепті аз суммадан пока бастап жатырмыз. Тағыдан бастап 0 дейді ғой енді. И сіздерге де бұл ақпарат пайдалы болады деген ойдамын. Сонымен достар, келесі жүздескенше. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздерден болған Зе Құлымбет.